Сәлем достар, біз бүгін қатпарлы самса жасайтын, соған қамыр жасайтын боламыз. Біз оны морозильникте сақтасақ та болады, немесе 15 минут морозильникте ұстап, оны қолдансақ болады. Ал енді кетті, қамыр жасаймыз. Біз енді судың барлығын құйып жібермейміз, ақырындап аз-аздан құйып отырып, қамыр илейтін боламыз. Біз міне қамырды илеп болдық, енді біз оны бетін жауып 15 минутқа демалдырамыз. Міне достар, қамырымыз кішкене тұрды, енді оны қайтара тағы да жақсылап илеп, және тағы да 15 минутқа бетін жауып қоятын боламыз. Енді мен қамырды екіге бөлемін. Енді қамырды жұқа етіп жаятын боламыз. Міне достар, қамырды жұқалап жайып алдым. Енді біз оның бетіне сары майды ертіп, жағып шығатын боламыз. Міне мен қамырды рулет сияқты орап шығамын. Егерде қазір пісіретін болсаңыздар, қамырды қазір қолдануға болады самсаға. Егерде кейін пісіретін болсаңыздар, морозильникте сақтап қоюға да болады. Міне дайын болды.